Ассалаумағалейкум достар, сіздермен барс. Достар, бүгінгі видеода біз лайв рашыда болмырдың өмірін бастайтын боламыз. Ең алдымен арна тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болды. Ал біз көп созбай өз видеомызды бастаймыз. Ең алдымен ойынға кіргеннен кейін біз квесттер орындайтын боламыз. Ең бірінші квест, біз жұмысқа кіріп 1000 рублей табу керек екенбіз. Енді біз осы квест таңдағаннан кейін біз аренда скутерге баратын боламыз. Аренда скутер жалда мебель заводына баратын боламыз. 3 жұмыс бар, осы біз мебель заводын басамыз. Алыс болса да, бірақ жалақысы өте көп, 325 рубль әр походқа. Мен заводқа барам дегенше лайв рашаны описанияда төменде белгілеп кеткен ссылка арқылы жүктеп алсаң болады. Сонымен қатар осы видео лайк басып, арнаны тіркеліп кетуді ұмытпа. Осылайша біз мебель заводында келдік, ішіне кіреміз және сол жаққа өтеміз, сразу раздевалкаға қарай кіретін боламыз. Раздевалкадан біз жұмыс киімін ауыстырып, жұмысқа баратын боламыз. Осы жерде біз начат деген кнопканы басамыз және раздевалкадан шығамыз арғы есікпен және прямой жүреміз де өз жұмысымызды бастаймыз. Мен лайв рашаны бірінші рет ойнап тұрмын, бірақ ютубтан қараған бойынша осылай мебель заводына келіп, есік, орындықтар құрап, әр походтан 325 рублейдан құрайды екенбіз. Қазір мен шкаф құрап жатырмын. Осы шкафты құрап, ар жақта меткаға апарамын. Осы бір құрап бергенім үшін 325 рублей беремін. Мен примерно 1000 рублейға осылай 3 рет апарсам 1200 рублей жинайтын боламын. Мен бірінші квесті біттім десем болады, себебі мен 1000 рубльден көп ақша таптым және осы жерде закончить деген кнопканы басамыз. Ал енді біз екінші квестке баратын боламыз. Квест бойынша біз магазинге келдік. Квестте бізде телефон алу керек болатын, сонымен қатар сим-картада сразу аласамыз. Дәл қазір телефон сатып алдық, екінші сим-картаны сатып аламыз. Номер сим-карта, получить случайный номер, далее және да. Бізге қазір инвертарды ашатын боламыз. Сим-картаны сатып алдық, инвертарды ашамыз және сразу использовать етеміз. Бізге осы квест үшін 1000 рублей тағы да бір опыт берілді. Бізде келесі квест ол банкке барып өзіміздің счетымызды ашу керек боламыз. Енді дәл қазір лайв рашаны мен осы видеоның описаниясында төменде тастап кететін боламын. Сонымен қатар телеграм каналыма да кіріп қой. Осылай біз енді банкке кіреміз және сразу скутерді құттап қоямыз, аты біреулер ұрлап кетеді. Банкке кіреміз және ана шетіне барып сразу өзімізге счет ашатын боламыз. Дәл осы открыть новый счет және осы жерге мен барс жазамын. Сіздер өз қалауларыңызды жазасыздар. Және далее және готово және назад отмена болды. Сіздерге айтпай автошколаға келіп права тапсыру керек болады. Ол квесттің бір мүшесі болғандықтан сразу права тапсыра салайын деген оймен автошколаға келдім. Автошколаның жауаптарын дәл қазір ютубтан көре аласыздар, немесе менен қайталасаңыздар барлығы дұрыс болады. Дәл қазір біз осы жерде категория В дегенді таңдаймыз. Таңдағаннан кейін осы жерде біз сразу 1000 рублей төлеп, жауаптарын менен көрсеңіздер болады. Тестке толық дұрыс жауап берсеңіздер, сіздерді осылай вождение тапсырасыздар, яғни көлікті айдап барлық меткаларға бару керексіздер. Меніңше бұл бізде соңғы чекпоинт. Осылайша біз 30 күнге категория Б правасында машина айдай алатын боламыз. Енді біз мына жерде осы скин өзіме ұнамай кетті. Магазин одеждаға барып новый скин сатып алғым келіп тұр. Плюс квест орындайтын боламын.
Магазин одеждаға да келдік, ішіне кіреміз және осы прямойдағы жасылдың ішіне кіріп скиндар таңдайтын боламыз. Так, да кнопкасын басамыз. Және мына жерде бізде раздевалкада скиндар тұр. Мынау бізде ең арзан скин екен. Ой, бұл 10 000. Сразу арзан сатып алсалайық 3500 рубльға. И выход басамыз. Сразу инвентарға кіреміз да найдет етіп аламыз. Так, қазір міне предмет использовать кнопкасын басамыз. Осы бізге квест үшін 4000 рублей және бір опыт берілді. Келесі квест бұл бізде текущий задачадан медицинская карта алу керек. Қазір адам қашпай атқанша Сатья ма, София ма, общем, Артурса. Қазір қашатынша жазайық. Так, болды, қашып атқан секілді, қашса. Так, оң жаққа барамыз. Сразу получение медкартадан 5000 рублей аламыз. Бұл жерде бір жақсысы 10 минут күтпейді екенбіз, сразу алады екенбіз. Осыған бізге, осы квест үшін бізге 10 000 рублей және бір опыт берілді. Келесі квест бұл бізді лицензия оружия алу керекпіз. Бізде қазір правительство келдік, лицензия болса тіпті керемет болушы еді, бірақ бізде бұл жерде лицензия жоқ екен. Осылайша лицензиорды ары күттім, бері күттім, келмеген соң видео записті аяқтаймын деп шештім. Бомждың бұл күні сәтсіз аяқталды, себебі лицензиор келмеді. Бірақ келесі видео бомждың өмірі 20 лайктан кейін шығады. Ал всем давайте удачи, сендермен барыс.